Қайырлы күн, 5 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Ботай мәдениеті деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Ботай мәдениеті туралы ақпарат аламыз. Археологиялық олжалар арқылы ботайлықтардың кәсібіне сипаттама жасаймыз. Жылқыны қолға үйретудің маңыздылығына баға беретін боламыз. Ботай тұрағы. Адамзат мыс пен тасты қатар пайдаланған кезең энеолит деп аталады. Қазақстаннан энеолит кезеңіне жататын тұрақтар көптеп табылды. Соның бірі Ботай қонысы. Солтүстік Қазақстанда 1980 жылы табылған бұл қоныс біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдыққа жатады. Қонысты 20 жылдай археолог ғалым Зайбір зерттеді. Оның экспедициясы Ботайдан шамамен 70 мың жылқының сүйегін тапты. Ботайлықтар қайтыс болған адамдарды қоныс аумағындағы тұрғын жайларға жерлеп, қабырғаларға жағалата жылқының бас сүйектерін қойған. Мұның барлығы жылқының ботайлықтар өмірінде ерекше маңызға ие болғанын дәлелдейді. Ботай мәдениетінің артефактілері. Ботайдан 158 тұрғын үйдің қалдықтары қазылып табылды. Баспаналар аумағы 20-120 шаршы метр аралығында 3 бұрыш немесе 4 бұрыш түрінде салынған. Төбесі күмбезделген бөренелермен, үсті шыммен жабылып, ортасынан түтін шығатын саңылау қалдырған. Қабырғаның бүйірінде азық-түлік сақтайтын ұра қазылған. Қазба жұмыстары кезінде қанжарлар, болыстар, жебелер, найзалардың ұштары, тас тоқпақтар, тері өңдеуге арналған қырғыштар табылды. Ботайлықтар тас пен сүйекті өңдеп, сапалы еңбек құралдарын жасаған. Еңбек құралдарының арасында мыстан жасалғандары кездеседі. Демек, ботайлықтар мыс металын қорытуды білген. Тігін тігуге арналған ине, тескіш, біздердің табылуы адамдардың тері өңдеуді жақсы білгенін дәлелдейді. Ши тоқуды, сүйек ілмектерді, жіп иіру үшін ұршықбастарды қолданған. Олжалар арасында діни сенімге қатысты бойтұмарлар мен әшекей бұйымдар да бар. Жылқының алғаш қолға үйретілуі. Ботай қонысы суы мен шөбі мол жазық жерде орналасты. Жақын жерде өзеннің болуы оларға аң, балық аулауға мүмкіндік берді. Ботай қонысынан жылқы сүйектерінің көп табылуы ғалымдарды таң қалдырды. Жануарлардың сүйегін зерттеумен айналысатын мамандар бұл жылқылардың жабайы емес, қолға үйретілгенін анықтады. Осы аймақтан табылған қыш құмырада жылқы мен қос дөңгелектің суреті бейнеленген. Бұл арбалардың шаруашылықта қолданылғанын көрсетеді. Басқа қыш құмыраның түбіндегі майдың қалдығы Ұлыбританияға зерттеуге жіберіліп, ыдыста жылқы сүтінің сақталғандығы анықталды. Ал жылқының бас сүйектерін зерттеу кезінде тістерінен ауыздық іздерінің анықталуы оларды көлік ретінде қолданғанына дәлел бола алады. Ботай тұрғындары қыста қоныстарда тұрып, көктем мен жазда жылқыларын Ұлытау, Торғайдың далалы аймақтарында жайған. Далалы аймақтарда жылқы өсірушілердің уақытша баспанасы болған. Осы фактілер ғалымдарға біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықта солтүстік және орталық Қазақстан далаларында жылқыны бірінші болып қолға үйреткен адамдар тұрған деген тұжырым жасауға мүмкіндік берді. Қазақстанның табиғи географиялық жағдайы мал шаруашылығына қолайлы болды. Мал шаруашылығы неолит кезеңінде қалыптасып, терімшілік пен аң аулау кәсібін алмастырды. Ежелгі Ботай тұрғындары жылқыны қолға үйретіп, онымен байланысты кәсіп түрлерін қалыптастырды. Мысалы, ат әбзелдерін жасайтын шеберлер, қос дөңгелекті арба, қымыз ашытатын ағаш күбі жасайтын ұсталар, жылқыны баптайтын бапкерлер шықты. Жылқыны қолға үйрету адамзат тарихындағы зор жетістіктердің бірі болып табылады. Жылқы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтан 19-шы ғасырға дейін құрлық бойынша қатынайтын негізгі көлік түріне айналды. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы сұрақтарды оң жақтағы жауаптармен сәйкестендірейік.
Үйге тапсырма. Жылқыны қолға үйрету адамзат тарихындағы маңызды оқиға болып табылады деген тұжырымға 5 дәлел келтіріңіз.